Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін әдебиеттік оқу 19 сабақ. Бүгінгі тақырып Абайдың қара сөзі. Бүгінгі сабақта топ алдында сөйлеу жобасын ұсынасын. Бірінші тапсырма: берілген сөздерге қарама-қарсы мағыналы тіркестер тауып жаз. Әр бағанға ат қой. Білімсіз білімді, өнерсіз өнерлі, жалқау еңбекқор, сараң жомарт, өтірікші шыншыл, әдепсіз әдепті. Екінші тапсырма: мәтінді түсініп оқы. Абайдың 38-ші қара сөзінен. Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар. Сонан қашпақ керек. Әуел надандық, екінші еріншектік, үшінші залымдық деп білесін. Надандық білім ғалымның жоқтығы. Дүниеден еш нәрсені оларсыз біліп болмайды. Білімсіздік хайуандық болады. Еріншектік күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады. Залымдық адам баласының дұшпаны. Адам баласына дұшпан болса, адамнан бөлінеді. Бір жыртқыш хайуан хисабына қосылады. Хисабына дегеніміз бұл жерде қатарына, есебіне деген мағынада балалар. Үшінші тапсырма: Абай ата атаған жатқылықтарды санамалап айт. Оларға қандай ортақ ат берер едің? Абай ата бұл қара сөзінде үш жатқылықты атайды: надандық, еріншектік, залымдық. Бұлардың ортақ атауы бұл үшеуін адам баласына зиян келтіретін жатқылықтар деп атауға болады. Төртінші тапсырма: Абай атаның сөзі неліктен осы бөлімде берілген деп ойлайсың, түсіндіріп көр. Себебі ол адам баласына зиян келтіретін үш қасиет туралы айтып, одан сақтануға шақырады. Бұл оқушыларға жақсы мен жаманды ажыратуға көмектеседі. Сонымен қатар білімді, еңбексүйгіш, адамгершілік мол болуға үндейді. Бесінші тапсырма: Абай атаның қара сөзін сызбаға түсір. Адам баласын қорғалатын үш нәрсе балалар: надандық, еріншектік, залымдық екен. Надандық бұл білімсіздік, ғылымның жоқтығы. Еріншектік кедейлікке әкеледі. Залымдық адамдықтан айырылу екен балалар. Алтыншы тапсырма: Абай Құнанбаевтың шығармашылығы туралы не айтар едің? Жобасын жаса дейді. Тақырыбы жоспары және көрнекіліктер. Тақырыбы Абай Құнанбаевтың шығармашылығы. Жоспары Абайдың өмірі туралы қысқаша мәлімет. Өлеңдерінің тақырыптары мен тәрбиелік мәні, Абайдың қара сөздері және қазақ әдебиетіне қосқан үлесі деп жоспар құрамыз. Көрнекіліктер: Абайдың портреті, өлең жинағы, табиғат көріністері және көзімнің қарасы әні. Соңғы 7-ші тапсырма: сызбаны пайдаланып Абай Құнанбаевтың өмірі, шығармашылығы туралы бір-біріңе сұрақ қойып жауап беріңдер. Бұрыннан білем және жаңа мәлімет. Абай қазақтың ұлы ақыны. Абайдың 45 қара сөзі бар. Олардың әртүрлі тақырыпта ой қозғаған. Өлеңдер, аудармалар жазған. Орыс ақындарының шығармаларын қазақ тіліне аударған. Абай Шыңғыстау өңірінде туған. Әкесі Құнанбай елге белгілі би болған. Балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.